Сәлеметсіздер ме? Мен номер 38 Сұлутер орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Данышпанова Нәсіп Молдатаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Семей полигоны. Сабақтың мақсаты: оқушыларға Семей полигонының зардаптарының шығу тарихы, зерттелуі туралы түсінік беру. Оқушылардың білімділіктерін арттыра отырып, білім мазмұнын кеңейту. Дамытушылығымыз логикалық ой өрісін дамыту барысында тапқырлыққа, танымдылығын арттыруға дағдыландыру. Тәрбиелігі қоршаған ортаны таза ұстауға, еліміздің табиғатын қорғауға тәрбиелеу. Республикасының тәуелсіздігіне биыл 30 жыл толғалы отыр. Тәуелсіздік алу қарсаңында сынақ орталығы болған Семей ядролық полигоны жабылды. Семей ядролық полигоны еліміздің басына қасірет болып жабысқан отаршылдық саясаттың тағы бір қылмысы. Ақыр заман аждахасы атанған ядролық қаруды сынау тек бір халықтың басындағы қасірет емес, ол күллі тіршіліктің жауы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991 жылы 29 тамызда Семейдегі атом полигонын жабу турасындағы жарлыққа қол қойғанына да міне 30 жыл толып отыр. Бұрынғы Семей атом полигонының ел мен жерге тигізген зардаптар туралы аз жазылып жүрген жоқ. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллионға бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Ядролық сынақ сол маңындағы адамдар мен тірі табиғаттың сәулелік патологияға ұшырауына әкеп соқтырған. Ал мамандардың бағалауы бойынша сәулеленуге ұшыраған адамдардың жалпы саны 500 мыңнан асады. Сонымен қатар қазақтардың әлі де бірнеше ұрпағы денсаулықтарында ажал құштыратын сынақтардың әсері мен салдарын сезінетін болады. Бұған дәлел төмендегі суреттер. Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлық шығарған күні 1991 жыл 28 тамыз. Жаһандық ядролық қаруға қарсы қозғалыстың көшбасшысы болып іс жүзінде мойындаған тұлға. Өз қолымен құрған жас мемлекет тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап дүниежүзілік ядролық қауіпсіздік ісінің көшбасшысы атануына қажетті барлық жағдайды жасады. Кеңес одағы әлі ыдырамай тұрған шақта әрбір әмірі құдіретті мұнаралы Мәскеуден қамықпай, 40 жыл бойы халқына қасірет шектіріп келген жер бетіндегі ең алып сынақ алаңдарының бірі Семей полигонының көмейіне құм құйды.
Полигон зардаптарының әсерінен дүниеден озған адамдарды еске алып 1 минуттық үнсіздік жариялаймын. Ал енді балалар, айтылған мәліметтер бойынша тапсырма орындайық. Тапсырма Семей полигоны тақырыбына кластер құрастырыңдар. Ал енді балалар, өз дұрыс жауабымызды тексерейік. Семей полигонын топтастыра отырып, алғаш 1944 жылы 29 тамызда жарияланды. Ядролық жарылыстар туралы 53 жылы ескертілді. Семей полигоны 30 жыл болды. Елбасының жарлығымен Семей полигоны 1991 жылы 29 тамызда шығарылды. 1991 жылы 29 тамызда Семей полигоны жабылды. Семей полигонында 456 жарылыс болды. Келесі тапсырма географиялық диктант. Бос орындарға тиісті сөздер қойып, сөйлемді толықтырамыз. Тексерейік. Бірінші сөйлем 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін күресті бастауға ұйғарған Невада Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Екінші сөйлем полигонда 40 жыл ішінде 470 рет ядролық қару сынақтан өткен. Балалар, егер де тапсырмаларың дәл осындай болса, жарайсыңдар. Сабағымызды қорытылай келе, 21 ғасыр адам баласының жаһандану кезеңіне аяқ басып, әлемді жаңарту бағытында көптеген ғылыми өзгерістер мен 20 ғасырдың 40 жылдарынан бастау алған ядролық қарудың негізгі адамзат қоғамының қауіпті дертіне айналып, ядролық қару бағыттары бүгінгі күннің өзекті мәселесінде айналуда. Ядролық қарудан бас тарту мәселесі барлық қазіргі заманның ең күрделі мәселелерінің бірі болып табылады. Табиғаттың тарылтпайық мөлдір кәусар тынысын, қастерлейік оның асыл бар қазына ырысын. Ей адамдар, қалай ғана қатыгездік жасайсың, табиғат анаң, ал сен оның аялаған ұлысың дей келе, үй тапсырмасы әлемдегі бейбітшілік менің тыныштығым атты тақырыбына эссе жазу. Ал енді балалар, кері байланыс беріп өтейік. Алма ағаш әдісі бойынша жасыл түс алмалар түсіндім, барлығын білемін. Сары түс түсінбедім және тапсырмалар орындау өте қиын болды. Және электронды түрде беріп өтеміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.